Бүгін сіздермен ең жеңіл, ең дәмді түрік бөрегін дайындаймыз. Өте қарапайым, бірақ нәтижесі керемет. Қамырды дайындаудан бастаймыз. Ең алдымен жұмыртқаны тұзды және суды араластырып, үстіне ұн қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын қамырды 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Демалған қамырды 8 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті жұқалап жайып, тарелкаға қойып, үстіне май жағамыз. Солай барлық қабатты бірінің үстіне бірін жинаймыз. Соңғы қабатқа да май жағып, тағы 15 минутқа үстін жауып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Майға ұсақ туралған пиязды қуырып, үстіне фаршты қосамыз. Тұз бен қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Фарш толық піскен соң, оны сәл салқындатып қоямыз. Дайын қамырды бір-бірлеп созып, жиегіне салманы қойып, ұқыппен ораймыз. Қалауыңызға қарай ұзын рулет немесе спираль түрінде жасауға болады. Оралған бөректі табаға орналастырып, үстіне жұмыртқа мен май қоспасын жағып шығамыз. Пешті 180 градусқа қойып, 25-30 минут алтын түске енгенше пісіреміз. Міне, сыртынан қытырлақ, ішінен жұмсақ, өте дәмді бөрегіміз дайын. Ас болсын.